Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз алған 7-ші сынып 3/100 есепті шығарамыз. Бұл жерде мына функция берілген, мына екі функцияны қиылысу нүктесі арқылы аны тап дейді. Мына екі функция қай уақытта қиылысады, ол осы теңдеулер жүйесін шешсек, онда қиылысу нүктесін табамыз. Яғни алдыңғы сабақтарда біз график тәсілімен екі түзу қиылса, онда осы екі функцияның шешімі ортақ болады деген сөз. Олай болатын болса, біз қосу тәсілімен, 6-шы сыныпта қосу тәсілімен шығара салайық. Яғни мына екеуін қосып бере салайық. Сол кезде мына екеуін қоссақ, мына 3 болады да, 2х болады. 7-ге 3-ті қоссақ, яғни -3 қоссақ 4 болады. Х тең, онда 2 болады. Бірінші х 2 болып тұр. Енді y-ті таба салайық мына жерден. Немесе мына жерден таба салайық. Мына жерден y-ті оң жаққа жібереміз, 7-ні сол жаққа жібереміз, яғни х азайту 7 болады. Сонда х орнына 2-ні қоямыз, 2 азайту 7 тең -5 болады. Демек, y-іміз -5-ке тең. Онда жауабы қиылысу нүктесі А нүктесі, сонда бізде 2-де -5 деген сөз. Яғни мынау x деген сөз, мынау y деген сөз. Енді осы x-тің орнына 2-ні, y-тің орнына -5-ті қойып, яғни мына жерге x-тің орнына жаңа 2-ні, y-тің орнына -5-ті қойып, А-ны тауып алсақ болады. Яғни осы арқылы өтеді деп тұр. Демек, А көбейту, мына жерде x-тің орнында бізде 2 болып тұр, соны x-тің орнына 2-ні қоямыз, -3 көбейту, y-тің орнында -5 болып тұр. Y-тің орнында -5-ті апарып, мына жерге қоя саламыз. Сөйтеміз, 4 болады. Яғни мына түзу, мынаның қиылысу нүктелері арқылы өтіп тұр деп тұр. Сондықтан А-ның орнына осы қиылысу нүктелердегі 2 мен -5-ті мына жерге әкеп қоя саламыз. Сонда 2А плюс 15 тең 4 болады. 2А тең, теңдіктің оң жағына -15 болып өтеді, -11 болады. А тең 11-ді 2-ге бөлсек, -5 бұнан 5 болады. Так, 11-ді 2-ге бөлсек, 5 бұнан 5 болады. Дұрыс па? 15-тен плюс 15 жоқ, -15, -11. Бұнда есептің жауабы А деп отырғанымыз -5 бұнан 5-ке тең екен. Бұл біріншісі. Жоқ, жауабы. Сонда жауабы А тең -5 бұнан 5 болады екен. Сонымен есептің шығар жолы осындай. Егер есептің шығар жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.